Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге морковча салатының рецептісін ұсынатын боламын. Мен корейский салаттарды Роза Пак кореянканың өзінен үйренгенмін. Сондықтан ешқандай күмәнсіз менімен бірге жасай беріңіздер. Мен осындай үлкен морковтарды таңдадым. Осыны морков өткізетін түйіркіден өткізіп алам әдемілеп. Міне менің өткізген морковтарым. Енді осының үстіне приправаларын салатын болам. Алдымен кәдімгі тұз салам. Китайский тұз салам. Кристаллик. Ащы қызыл бұрыш. Паприка. 70% уксус. Чеснок өткізетін болам үстіне. Мынау секер песок. Керек приправалардың бәрін салдым. Енді осының үстіне ыстық май құям. Енді осыны әдемілеп араластырып алам. Мен қыздар, менің салатым дайын. Бұл салаттың құрамына өздеріңіз көріп тұрғандай ешқандай бояу қосылған жоқ, артық қоспалар қосылған жоқ. Өздеріңіз осылай үйден дайындасаңыздар болады.